Таңертең ұйқыдан тұрдым, бірақ әрең-әрең ояндым. Түнімен масал ұйықтатқан жоқ, ема. Ұйқыдан тұра хлор иісі аңқыған сумен жуындым. Терезені аштым. Дала салқын, еще жаңбыр жауып тұр ма бірдеңе. Терезені қайтып жауып тастадым. Мұндай қақаған күнде қайдағы маса? Күн сап-салқын, бірақ әлі отопление қосқан жоқ. Бардым да қабат-қабат киіндім. Үйден шықтым. Далада балшық, ол жерде шалшық. Осындай кезде ұшқым келіп кетеді. Остановкаға жеттім. Автобус келді. Ішіндегі адамдарды көріп қайтадан ұшқым келіп кетті. Таксиге міндім. Оған жолдан тағы 3 адаммын. Универге жеттім. Главный ход ремонттың кесірінен жабық тұр. Айналып өттім. Соның кесірінен сабаққа кешігіп қалдым. Ештеңе етпес, қазақпыз ғой. Түнде ұйқым қанбағасын, сабақта ұйықтап аламын деп шештім. Сабақ біткесін группаластарым оятты. Сабақ бітті. Универден шықтым. Күн жанып кетті. Таңертеңге қабат-қабат киімімді қайта шештім. Ауа райы тема болып тұр. Үйге жаяу барайын деп шештім. Қаланың іші жарқырап тұр. Алдында мост. Кейде осы мосттың көптігінен шатасам, үшеу өзі. Бір жақсысы Азия мен Еуропаның ортасын еркін жүріп, спокойно жүріп өтесің. Мосттан түстім. Жайықтан балықтың есі шығып тұр. Алыстан бір нәрсе жарқ-жұрқ етті. Жақындасам тортқа ұқсайтын бірдеңе тұр. Таңғалып қарап кеттім. Что-то новое. Үйге жеттім. Аяқ киімді шештім. Инстаграмға кірдім. Инстаграмды ашсам, бүгінгі қала күні екен. Соған кешке концерт болады деп жатыр. Достарыма соқтым. Кешке көшеге шығатын болып келістік. Киімдерімді дайындадым. Кеш болды. Көшеге шықтық. Ал дала әлі сап-салқын. Короче говоря, мен Атырауда тұрамын.